Екеуміз бір жерге тығылсақ, бізді оңай тауып алады. Сен басқа жерге жасырын. Иә, дұрыс айтасың. Біз аспанға ұшсақ қалай қарайсың? Бізді лақ мүлдем таба алмай қалар еді. Қалайша? Қазір көресің. Айару, Бекзат, қайдасыңдар? Біз мұндамыз. Болды, таппадым. Мен жеңілдім. Басқа ойын ойнайықшы. Зеріктім. Мәссаған, қалайша бұндай биіктікке шығып алғансың? Бекзат қайда? Мен мұндамын. Мәссаған, мен де сендер сияқты аспанға ұшқым келеді. О, кеттік онда. Бұл біздің астана. Қараңдаршы достар, әлемде біздің астанамызға тең келетін әсем қала бар ма екен? Әрине болуы мүмкін емес. Мынау қандай ғимарат екенін білесіңдер ме? Жоқ. Қане достар, кім біледі? Мынау қандай ғимарат? Дұрыс айтасыңдар достар. Бұл бәйтерек. Жүріңдер, бәйтерекпен жақынырақ танысайық. Достар, бұл кімнің алақанының ізі екенін білесіздер ме? Достар, мүмкін сендер білетін шығарсыңдар. Қанекей, кім айтады? Әрине, дұрыс айтасыңдар достар. Бұл елбасымыздың қолы. Кеттік достар, қаламыздың басқа да көрікті жерлерін аралайық. Достар, мынау тұрған бағдаршам. Ондағы жарықты көріп тұрсыңдар ма? Неше жарықты көріп тұрсыңдар? Ал балалар, сендер не айтасыңдар? Неше жарықты көріп тұрсыңдар? Иә, әрине, үшеу. Дұрыс айтасыңдар балалар. Қызыл түс жанғанда біз тоқтап тұруымыз керек. Ал сары түс жанғанда жүруге дайындалуымыз керек. Ал енді жасыл түс жанғанда біз жолдың арғы бетіне өтуімізге рұқсат деген белгі. Қандай алып құс! Бұл қандай құс? Балалар,
Бұл қандай құс екенін кім айтады? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл қыран. Ол өте биікте ұшатын қасиетті құс. Бекзат, енді Ақорданы тамашалайық. Сен бізді жеткізесің бе? Міне біздің Ақордамыз. Қандай ғажап! Көріскенше достар! Келесі кездескенше!